Баршаңызға Алланың сәлемі, бейбітшілігі және берекесі болсын. Алла тағала біздің жаратушымыз, адам табиғатын одан артық ешкім білмейді. Біздің иманымыз бір қалыпта, бір деңгейде тұрмайды. Әлсірейді, күшейеді. Алланың мейірім есіктері әрдайым ашық. Және ол біздің қажеттілігімізді білгендіктен де иманымызды күшейтудің көптеген тәсілдерін көрсеткен. Осы видеода 8 тәсілі айтылады. Иман күшейтудің бірінші тәсілі бұл Алланы тану, оның есімдері мен қасиеттерін зерттеу. Тақуа адам өзінің жаратушысын әрдайым зерттейді. Одан сұрайды, шүкір етеді, рахметін білдіреді. Бұл істердің барлығын Алланың көркем есімдері арқылы атқару абзал. Осы есімдері арқылы адам баласы Алласын одан сайын тани түспек. Алланың есімдері бұл адамның жүрегі мен тіліндегі дүниенің ең көркемі. Екінші тәсілі оның жаратқандарына қарап ойлану. Барлық жаратылыс Алла тағаланың хақтығын ғана білдіріп тұр. Жердегі құмнан бастап көз ұшындағы тауларда да байыптап қараған адам үшін ғибрат бар. Әр жаратылыс затынан Алланың құдіретін көруге болады. Барлық тіршілік жаратушы сызып берген схемамен жалғасуда. Әр нәрсе өз орнында. Үшінші бұл мүмкіндік болған сайын дұға жасау. Дұға адам жасайтын ең қуатты, ең лайықты құлшылық. Алла мен дұға арқылы байланыста болудың үлкен күші және маңызы бар. Дұға тақуаның қаруы. Дұға адамның Аллаға деген сенімін көрсетіп, әркез оның иманын күшейте береді. Алла тағала айтады: егер менің құлдарым сенен туралы сұрар болса, мен оларға өте жақынмын және маған шақырып, сұрағанға жауап беремін. Олар маған жауап беріп, маған сенсін, сонда дұрыс жолда болады. Иман күшейтудің төртінші жолы Алланы еске алу. Құранда келесіде айтылған, расында Алланы еске алғанда ғана жүректер тыныштық табады. Әй мүміндер, сендерді малдарың, балаларың Алланы еске алудан тоспасын. Әй мүміндер, Алланы өте көп зікір етіңдер. Оны ертелі кеш пәктейіңдер. Алланы зікір арқылы еске алу адам жүрегін тыныштыққа, көңілін алаңсыздыққа бөлейді. Видеомызды жалғастырмас бұрын маңызды хабарландыру. Құрметті көрермендер, сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, отбасы бақыты, иманды күшейтетін дұғалар, тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап, электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Иман күшейтудің маңызды тәсілдерінің бірі Құран оқу. Құран жан мен тәннің дауасы. Құранда кез келген сұраққа жауап бар. Алланың сөздерінде дауа бар. Құран адамның жүрегін, ақыл санасын, жанын нұрға бөліп, сенімін, иманын арттырады. Иман күшейтудің 6-шы тәсілі білім алуға ұмтылу. Алла тағала Құранда былай дейді: кімге білім берілген болса, мұның Алладан екенін білсін. Бұл олардың сенім келтіруі және бойұсынуы үшін қажет. Расында Алла сенім келтіргендерді дұрыс жолға салады. Білім алуға талпыну лайықты түрде құлшылық жасауға, жаратушының құдіретін тануға жеткізеді. Дұрыс білім иманды күшейтеді, мінезді көркем етеді және құлшылықты шынайы бойұсынушылықпен жасауға итермелейді. Иманды арттырудың келесі жолы бұл жақсы істер жасау. Ислам жақсылық, мейірім мен сүйіспеншілік діні. Адам жақсы істер жасаған сайын, жақсылыққа жақын болған сайын иманы күшейе береді. Құранда Алла тағала айтады: тақуа ерлер мен әйелдерге жақсы өмір нәсіп етіп, жасаған жақсы істері үшін сауап жазамыз. Және де иман күшейтудің 8-ші тәсілі бұл жақсы адамдарға жақын жүру. Достықтың орны исламда өте маңызды. Жақсы дос жолдасының қатесін түзейді. Қателік жасауына жол бермейді. Жақсы доста, жаман доста жанындағы адамға зор ықпал жасайды. Міне достың дұрыс болмағы осы үшін де маңызды. Осы айтылған тәсілдер арқылы Алла тағаланың қалауымен иманымызды күшейтіп, Аллаға жақындай түссек, нағыз бақыт сол болар. Алла тағала баршамыздың иманымызды күшейтіп, дұғаларымызды қабыл етсін.